Біз шын мәнінде қазіргі заманда заңдарды мығым өте дер кезінде қабылдай алатын бір жағынан, екінші жағынан жаңағы саяси бәсекені арттыра алатын мүмкіндіктерді қарастыруымыз керек. Заң сапасы дейтін әңгіме туындады. Қазіргі кезде біз енді 3 оқылым дегенді ұсынып отырмыз, ал шын мәнінде қарайтын болсақ, біздер 5-6 оқылымға дейін баруымыз мүмкін. Қазірдің өзінде мәжілісте қоғамдық палата бар. Оны нулевое чтение дейміз. Нөлдік оқылым. Яғни кез келген қоғамды алаңдатып отқан заң, осында отырған біраз сарапшылар қоғамдық палатаның мүшесі заңды талқылайтын мүмкіндік бар. Енді біз конституциялық дәрежеде, заңдық дәрежеде бас комитет деген ұғымды көтеріп отырмыз. Бүгіннің өзінде парламентке келген заңдар алдымен бас комитеттен өткен кезде, бұрын мысалы үшін кәдімгі бір қарапайым процедура болатын болса, қазіргі кездері 2-3 сағатқа дейін кететін бас отырыстар бар. Ол да мысалы үшін нулевое чтениеде парламенттің күн тәртібіне ену үшін алдымен осы сатыдан өтуің керексің. 2 саты бар деп есептейікші. Бұрын 4 саты болатын. 2 саты мәжіліс, 2 саты сенат. Енді 3 оқылымды қоссақ оған. Яғни біз кем дегенде 5-6 сатыдан өткізетін, 5 саты орысша айтқан кезде сүзгіден, ситыдан өткізетін мүмкіндіктеріміз бар. Және де әрине сөзсіз әр партия бүгінгі күні қоғам белсенділері, ішіндегі сарапшылар, журналистер, пиаршылар, социологтар, политологтар, өйткені оның бәріне заң жазу керек, бәріне запрос жазу керек, бәріне өзінің бағдарламасын дәлелдету керек. Және бұл мәселе әсіресе аудандарға, қалаларға жетсе екен дейміз. Ең басты мысалы үшін облыстағы бүкіл гуманитар ғылымдардың мүмкіндігін пайдаланатын, соның аз да болса мінекей біздің қаламызды, біздің облысымызды қалай жақсарта аламыз, қалай бәсекені жасай аламыз дейтін әңгіменің мәслихатқа дейін жетуі. Сондықтан сөзсіз партиялық жүйе, пропорционалдық жүйе қажет, және ол тек қана орталықта емес, аймақтағы бәсекелестік пен идеялардың бәсекесіне алып келеді деп есептеп отырмыз.